жарты сағаттай орын бар мінекей стадионда. Мынандай адамдар жиналған. Біраз адам жиналған. Мынандай туы шықпамайды баршы. Мынандай туылар бар. Қазір шығарып бәрілетін болады, көрсететін болады. Ойыншылармен дайындалып жүр. Сіздердің аяқта дайындалады. Атмосфера өте тамаша, короче. Туыларды Еркінқұлда өте күшті болған екен. Бірінші тайм 30 минутында Атамекен өлен айдасындар деп жазып қойды. Дайындық өте мықты. Барлықтарында. Командамыз біреу. Қазақстан бұрасы. Ekranlar gösteriyor zaten. Bir de oyun bu zaten. Дұрыс. Нөмір пункті деген. Апашан екен. 19 минут бұрыштан алуан деп атыр. Финляндия құрамасы. Бұрыштан көтерейін. Бірақ көтеремейді. Екі рет ойнатып жіберді. Осыда да ойнатып жіберетін сияқты жатыр. Көтере ма? Мана екеуінде де ойнатып салды. Екі бұрыштама болды, үшінші бұрыштама. Көтере ма? Бірақ контратака бәрі ойыншылар ардақта тұр. Қорқат контратакадан по-любому. Барлық ойыншылар 4 ойыншысы кірді, қалған бәрі аяқта болды ғой. Қорқып ойнап жатыр ма фильмдардың өздері.
Өте қауіпті соққы болды мына жерде. Шапки әйтеуір алып шықты. Так. 25-ші минут. Опасный пас қана деген. Сразу кешірім сұрады. Марат тұр. Көтер! 29-ші минут. Бұрыштама. Давай. Бардан тексеріп атыр дейді что-то. Не болды? Негізі линиядан доп шығып кеткен сияқты. Бірақ білмеймін. Жоқ. Ойна, дұрыс! 5-ші минут. Бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0. Айымбетовтың орнында Максим Самородов шықты 10-ші нөмірде. Егер шатаспасам дұрыс қоя. Екінші тайымға дұрыс. Стенка дұрыс. Көтер. Дима. Вот бәрін істеп берген. Сегізінші минут басталды. Финляндия гол салып кетті жаңа. Енді біздікілер салу керек. Есеп 1-0. Финляндия командасы алға шықты. Жоқ жерден гол салып кетті. Түсініксіз қайда мықты. Дұрыс көрінбей қалды. Скворцовтың орнына Еркін Тапалов 16-ші нөмірге. Аслан Дарабаевтың орнына Рамазан Уразов. Кеттік ал. және 20-ші нөмірмен Рамазан Уразов. Players with number 7, Aslan Darabаев, and 40, Lев Скворцов. Тимур Досмағамбетов пен Мессаған Ислам Чесноков. Ай, хорош Чесноков, дебют бүгін. Чесноков үшін дебют. Гол.
ойын аяқталды. Есеп 1-0 есебімен финндар жеңіске жетті. Бүгін рекорд жасады. Осыдан бұрын Шахтер мен Селтик ойнаған кезде 29.950 жанкүйер болған. Осы да 30.000 үстіне шықты. Бұл жаңа рекорд. Келесі ойын енді Солтүстік Ирландиямен болатын ойын болады. Ол ойынға негізі ақпарат құралдарында Тоқаевтың өзі келеді деген болады. Енді сол келесі ойында жеңіске жетеміз деп үміттенеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздермен мен Абдулхан.